Баршаңызға қайырлы күн, менің оқырмандарым. Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай қысқаға арнап қызанақты жабу рецептісімен бөлісетін боламын. Ол үшін әдеттегідей банкаларымызды, қақпақтарымызды жақсылап жуып, тазалап аламыз. Бізге керек заттар: қызанақ, сарымсақ, ащы бұрыш, шие жапырағы, пияз, болгар бұрышы, кептірілген ас көк, желкек, яғни хрен жапырағы, 70% сірке суы, лавр жапырағы, бұршақ қара бұрыш, тұз және қант. Ең алдымен банкамызға шие жапырағын, ащы бұрыш, содан кейін сарымсақ, пияз саламыз. Желкек жапырағын саламыз. Желкек жапырағын саламыз. Кептірілген ас көк, лавр жапырағын саламыз. Бірнеше дана лавр жапырағын саламыз. Үстіне қызанақты салып, жанына болгар бұрышын саламыз. Болгар бұрышын 4 бөлікке бөліп, осылай екі жағына салдым. Содан кейін жаңағы салған заттарымызды қайтадан 2 мәрте салып шығамыз. Тек шие жапырағы мен ащы бұрышта, басқасын. Міне осылай банкамызды толтырып, үстіне сарқылдап тұрған суымызды құямыз. Барлық банкаларымызды суды құйып шығамыз. Қақпағын жауып 15 минутқа қоямыз. 15 минут өткеннен кейін суымызды кастрюльге құйып, қайнатып, қайтып банкаларымызға құямыз. Осылай 2 мәрте жасаймыз. 15 минут салып арасына 3 рет суымызды қайнатқанда, суымызға қант пен тұзымызды саламыз. Яғни менде мұнда 1 литр суға 1 ас қасық тұз, 2 ас қасық қант саламыз. Менде мұнда 4 литр, демек мен 4 ас қасық тұз, 8 ас қасық қант саламын. Қант пен тұзы ерігенше суымызды тарсылдатып қайнатып, банкаларымызға құйып шығамыз. Соңында сірке суын құямыз. 2 литрлік банкіге жарты шай қасық, ал 3 литрлік банкіге 1 шай қасық сірке суын құямыз. Банкаларымыздың қақпақтарын жауып бұрап тастаймыз. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Осылай жауып аламыз. Рецептім ұнап жатса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.